Тықылдаған сағатқа қарашы, тілшігі тек алдыға қозғалады. Неге екенін білесің бе? Өйткені өткеннің енді маңызы жоқ. Әдеміліктен қайырымдылық әлде қайда артық. Өмір бір-ақ рет беріледі. Сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Депрессия деген телефонның тұтқасын көтергеннен де өз қолымен бір вагон кірпішті түсіру оңайырақ болатын кез. Проблемаңды ойлап уайымдама. Проблема сені ойлап уайымдап жүрген жоқ қой. Мен адамдарға күлкі сыйлағаныма қуаныштымын. Өйткені күлкі кезінде бәріміз де өмірдегі қиын-қыстау кезеңдерді ұмытып кетеміз. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Адам нәсілін жер бетінде баяндатып тұрған бірден бір күш мейірім мен рақым ғана. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл. Өмір өте қарапайым нәрсе, оны күрделендіретін өзіміз. Сенің көзіңе қарап, шындықты айтатын адам саған жамандық ойламайды. Айна менің ең адал досым, себебі мен жылағанда ол ешқашан күлмейді. Балаға берген уәдеңізді орындаңыз, әйтпесе оны өтірік айтуға үйретесіз. Саған қолдау керек кезде сені тастап кеткен адамдарды ұмыт, бірақ оларға қолдау керек кезде сен көмек беруге аянба. Әділдік жалғыздыққа душар етуі мүмкін. Жетістіктің 90% тер, 10% шабыт. Барлық жағдайда қайғырғаннан гөрі үміттенген артық. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектің жолында жұмыс істеу керек. Жеке тәртіп бұл табандылықтың нәтижесі. Жалқау адам болмайды, жарамсыз мақсат болады. Яғни сізді қуаттандырмайтын, мотивация бермейтін мақсаттар. Сіздің уақыт шектеулі, сондықтан біреудің ықпалына еріп, босқа өткізіп алмаңыз. Адамға ақыл керек, іс керек, мінез керек. Надан адамның көзі болғанымен ойы болмайды. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Пайда менен залалды ақыл айырар. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал тап, аяма.
өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңыздар. Ең үлкен саясат – тәрбие. Миллионермен дос бол. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Әрекет етпей, арманға жетуді ойлау, егін екпей, оны жинаумен тең. Адамның ең әлсіз тұсы біреуге деген сезімі. Сұраған адам 5 минут ақымақ, ал сұрамаған адам мәңгілік ақымақ болып қалады. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде жаныңнан табылады. Жалғыздың жан жолдасы ары мен жары болады. Жарыңды жарыңмен тең ұста, жаныңды арыңмен тең ұста. Бет алысқа күнде өзгерген алмағайып дүниеде адамзат үшін ешқашан өзгермеген, өзгермейтін темір қазықтар бар. Ол білім, ол еңбек. Сені ашуландыратын кез келген адам сенің ұстазыңа айналады. Даналық ойдан нәрізде. Өз жүрегіңнің қалауымен, жан дүниесінің тілегімен ғұмыр кешкен адам ғана бақытты. Ақынның өзі көрінбейтін өлеңдерін оқысаңыз да, еріксіз бір сезім туғызады. Әлде өкіндіреді, әлде мұңайтады, әлде жылатады, әлде есіркетеді, әлде жігер береді.